Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге жарты сағатта бірнеше түрлі тамақтың рецепттерімен бөлісетін боламын. Оның біріншісі наггетси. Біз наггетсидің магазиннен дайын түрін сатып аламыз, және де осы қызып тұрған майға дайын наггетсиларымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Біздің піскен наггетсиларымыздың түрі осындай сап-сары әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дауысының өзі прям күшті, дәмі де күшті. Сатып алған наггетсилардан кем емес, артық болмаса. Қандай бар ғой? Майонез, чеснок жағып, үстіне помидор қойып бүйтіп жоқ қоятыншы. Соны жасайтын боламыз. Қазір одан кейін аны хрустящий баклажан деп айтады. Бізде кукурузный крахмал магазинде жоқ екен, сол үшін сухарик қолдандық. Қазір енді қалай шығып бірге көретін боламыз. Сондай. Дәл осы майдың үстіне жаңағы туралған баклажандарымызды салатын боламыз. Бұның рецепті негізі менің каналымда бар. Оригинал рецепті. Мынау үй жағдайында рецепт. Баклажандарымызды осылай турап алдық. Қазір енді жұмыртқаны былай жақсылап араластырамыз. Бізді бірінші жұмыртқаға, сосын сухарикке аунатып аласыздар осылай. Сосын қызып тұрған майымызға бисмилля. Осылай кезек-кезек салып аласыздар. Сол кезде баклажандарыңыз дәмді болып шығады. Баклажан қуырылып жатқан кезде макарон дайындаймыз. Ол үшін пияз бен сәбіз жақсылап қуырып аласыздар. Макаронды қайнап тұрған суға пісіріп, осылай помидорымызды езіп, дайын қуырылып жатқан осы сәбіз бен пияздың үстіне құйып аласыздар да, кішкене бұқтырасыздар. Оның үстіне паприка, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыштарыңызды салып, кішкене араластырып аласыздар. Бізде бұл жерде 33% сливкиді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Біз чесногымызды және укропымызды турап алдық. Енді оны біз майонезіміздің үстіне қосамыз. Укропымызды да қосамыз. Жақсылап араластырамыз, бисмилля. Бұның барлығы жарты сағатта дайындалып жатқан тағамдар. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Түрі күшті болды. Енді осылай дайындап қойғасын. Осылай бір помидорымызды аламыз, бисмилля. Патшаны қосамыз. Бисмилля. Осылай домалақ қылып, жұқа домалақ қылып кесіп аласыздар. Осылардың көлемдерін бірдей қалып. Разберем, көрсетсеңіз. Осылай кесіп аламыз. Осындай жерден бисмилля. Осылай аламыз да. Тықырлап күшті болып тұрған үшін бір помидорымызды сосын дәл осылай ұстаздар әдемі болды. Міне осы кісі істеп отқан. Прям күшті болыпсың. Біздің макаронымыз дайын болды. Енді осыны әдемі ыдысқа салып, оның үстіне дайын болған сливки соусымызды құямыз. Оның үстіне сырымызды және де көк пиязымызды салып, әдемілеп столға ұсынатын боламыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Біздің баклажандарымызды осылай салып алдық. Енді бағана көрсеткен соусымызды құятын боламыз. Бисмилля. Міндетті түрде осы соусты құйыңыздар, өте дәмді болып шығады. Бисмилля, бисмилля. Жарты сағатта кешкі асқа осынша тамақ дайындадық. Егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, қазір мен енемнің біздің тамақтарға берген реакциясын бірге көретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Бисмилла. Міне менің бүгін келіндерімнің кешкі асқа дайындаған тамағы. Дәмін көрейік. Күшті. Рахмет, молодец, керемет, дәмді. Дәмді. Өте дәмді. Рахмет болды. Арнаға жазылып кетіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылыңдар.